30 жасқа дейін бай болуға көмектесетін оның пайдалы әдет. Қарапайым, бірақ өте тиімді. 1. Ерте тұру және уақытты жоспарлау. Күніңді жоспарлап жүрсең, босқа кететін уақыт азаяды. 2. Тұрақты түрде білімге ақша салу. Кітап, курс, тіл үйрену ең тиімді инвестиция. 3. Табыстың кемінде 20%-ын жинау. Аз болса да, тұрақты жинау байлықтың негізі. 4. Бір емес, бірнеше табыс көзіне ұмтылу. Фриланс, онлайн жұмыс, шағын бизнес. 5. Артық шығыннан қашу. Бай адамдар әсер үшін емес, мақсат үшін ақша жұмсайды. 6. Қаржылық сауаттылықты дамыту. Ақша қалай жұмыс істейтінін түсіну басты шарт. 7. Денсаулыққа мән беру. Денсаулықсыз табыс та, жетістік те ұзаққа бармайды. 8. Тәуекелден қорықпау ақылмен. Қорқыныш байлықтың ең үлкен жауы. 9. Сәтті адамдармен араласу. Орта ойлауды өзгертеді. 10. Тәртіп пен шыдамдылық. Байлық бір күнде емес, әдетпен келеді.